Барыңа сәлем достар, сендермен бірге мен Вендетта және де менің қасымда Заза. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен мен Заза. Бүгін біз деген транспорттық компаниямен жұмыс істеп жатырмыз. Бизнесте жол бойынша айтқанда. Иә достар, бүгін біз Заза айтқандай транспорттық компаниядан жұмыс істеп боламыз. Енді алғашқы видеомыз ютубқа деген, сондықтан да лайктарыңызды басып каналға тіркеліп отырамыз. Кеттік. Короче, бүгінгі видеода транспорттық компаниядан басқа ютуберлер ұқсап бизнеске жол бастайтын боламыз, ал келесі видеода семьяға обзор түсіретін боламыз. Иә, семья туралы астында кімнің Зазаның немесе өзінің номерлерін қалдырып кететін боламыз, соған жазып сұрайтын боласыз, семья туралы алып кет дегенше. Достар, біз осы жерде біздің даусымыз записке басылмай қалыпты, және де біз Заза екеуміз осы жерде фураны апарып заказымыздан ақшамызды алып, сосын біз дальше жұмыс істемей қояйық, лучше казиноға барып шамалы ақша көтерейік деп ойладық та, заказдағы ақшамызды, алған ақшамызды складқа салып казиноға бардық. Ал енді ары қарай көре беріңіздер. Так, достар, короче, біз деген казиноға келгеннен кейін ойнадық, Заза екеуміз бірнеше рет ойнадық. Бір 10 шақты рет ойнаған шығармыз столикте, одан да көп немесе. Біз 100 мың, 120 мың, 200 мыңдай ұттық, және біз ол ақшалардың барлығын складқа салып қойдық, жинап жүретін жерімізге. Енді осы жерде Зазаның дауысы білмеймін, біртүрлі быжылдап қаттырақ естіліп тұрды. Сол кезде сосын мен даусымызды алып тастап осылай сөйлеп отырмын. Енді қазір ары қарай көре беріңіздер казинодан қанша ұтқанымызды және де ұтылғанымызды. Замкнутыми стенами давила до печали, горе не беру, мелькай, налетай. Силы забирал sunshine. Помню тебя, мама, преподавай, достанем без посток, это потому. Нашу любовь не отдам никому. Какие танцевал, разлила пожар, красивый не вернуть от этого кошмара. На моем месте не бойся, не беспокойся. Ал достар, мен біздің казинодан қанша ұтқанымызды және ұтылғанымызды көрдіңіздер. Енді видеоны арнаға тіркеліп лайктарыңызды басып отырыңыздар, және де комментарийға қандай видео түсірейік, қандай идеялар бар, соны да жазып кетіңіздер. Ал ендеше сол келесі видеода семьяға обзор болатын болады, күтіңіздер. Ал все, бәріңе от души. Давайте, келесі видеода кездескенше.